Армысыз көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар, студияда Жарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысында 14 бала терезеден құлап, 2 бүлдіршін ажал құшты. Ата-аналар нені ескермей отыр. Қауіпсіздік құрылғылар орнатылған, мен неге қайғылы жағдайлар тыйылмайды. Мамандар бір аптаға созылған қауіпсіз терезе акциясын қорытындылады. Өңірімізде өндірістік өнеркәсіп қарқынды дамып келеді. Осыған байланысты мамандардың да қажеттілігі жоғары. Осы ретте Аманат партиясы бос жұмыс орындары жәрмеңкесін ұйымдастырды. Бұл туралы сәлден кейін. Шақарымызда тілдік ортаға бейімдеп оқыту бойынша 5 күндік тілдік лагердің 2-ші маусымы басталды. Мұнда 20-дан астам қатысушы қазақтың салт дәстүрі, әдет ғұрпымен сусындап, мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтпек. Күннің күрт жылынып, терезе ашу маусымы басталғалы бері облыста балалардың биіктен құлау оқиғалары жиілеп кеткен. Соңғы мәліметке сәйкес өңірде 14 жеткіншек терезеден құлап, оның 2-і көз жұмды. Мамандардың айтуынша, мұндай оқиғалардың басты себебі ата-аналардың салғырттығы мен қауіпсіздік ережелерін елемеуі. Облыс аумағында бір апта бойы қауіпсіз терезелер акциясы өтті. Оның аясында тұрғындарға түсіндіру жұмыстар жүргізіліп, арнайы жаднамалар таратылды. Сонымен қатар көп қабат үйлердегі пәтерлерге қауіпсіздік құрылғылары, терезе бекіткіштер мен арнайы ілмектер орнатылды. Акцияның басты мақсаты балалардың терезеден құлау фактілерінің алдын алу болатын. Осы фактілердің алдын алу мақсатында департаментпен 16-20 маусым аралығында қауіпсіз терезе акциясы өткізілді. Акция барысында біз тұрғын үйлерде жадынамалар орнатып, одан басқа Атамекен палатасымен бірлесіп, тұрғын үй құрылыс фирмаларымен бірлесіп 187 блокираторлар орнаттық. Осал топтарға, одан басқа ауруханалар мен балабақшаларда және де жазғы демалыс орындарында ата-аналармен және де балалармен түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Бүгінгі күні 13 мыңнан астам халықты қамтыдық. Осы жұмыстар ары қарай жалғасады. Ең бастысы, осы акция басталған бері біздің облыс аумағында осы балалардың жарақат алу және қаза болу фактілері тіркелген жоқ. Осындай жұмыстарды құзырлы органдармен ары қарай жалғастыру керек. Терезе алдына жиһаз қою, москит торына сенім арту және қауіпсіздік құралдарын қолданбау оқыс оқиғаларға себеп болып отыр. Төтеншеліктер терезеден құлаған балалардың дені 3 пен 6 жас аралығындағы бүлдіршіндер екенін айтады. Олар көбіне үлкендердің қарауынсыз қалған сәттерде ойын кезінде терезеге шығып кетіп, тепе-теңдікті сақтай алмай құлап кетіп жатады. Ең бастысы осы балаларды сол қауіпсіздікпен өздерін қалдырмау болып табылады, жалғыз қалдырмау. Сондықтан осы түсіндіруме жұмыстарын қазір біз акция аясында осы барлық интернет желілерін максималды түрде толтыру, осы шаралар бойынша соны жеткіздік. Қазір халық негізінен осыны түсініп, алдағы уақытта болдырмайды деп сенеміз соған. Мамандар тағы бір мәрте ата-аналарға терезе алдына жиһаз қоймауды, москит торларына сенбеуді, арнайы қорғаныс бекіткіштерін орнатуды және ең бастысы баланы жалғыз қалдырмауды ескертеді. Айтуларынша осы секілді қарапайым сақтық шаралары көптеген қайғылы оқиғалардың алдын алуға сеп болады. Шақарымызда жастарға арналған бос жұмыс орындар жәрмеңкесі өтті. Шараны Аманат партиясының Қарағанды облыстық филиалы мен Жастар рухы жастар қанаты бірігіп ұйымдастырды. Жәрмеңке жастарды жұмыспен қамтуға қолдау көрсету және жұмысшы мамандықтарының маңызын арттыруға бағытталды. Жәрмеңкеге өңірдегі ондаған кәсіпорындар мен ірі жұмыс берушілер қатысты. Олар техникалық өндірістік қызмет көрсету және басқа да салалар бойынша бос жұмыс орындарын ұсынып, жастармен тікелей сұхбаттасу жүргізді. Көптеген қатысушы жәрмеңке барысында жұмыс берушілермен келісімге келіп, жұмысқа орналасуға мүмкіндік алды. Бұл іс-шара биылғы жұмысшы мамандықтар жылының маңыздылығын айқындай түсті. Қарағанды қаласы бойынша еңбек мобильділік орталығы, Аманат партиясының Қарағанды облыстық филиалы және жастар қанаты жастар рухының ұйымдастыруымен жастарға жұмыс
жобасы аясында, партиялық жобасы аясында бос жұмыс орындар жәрмеңкесі ұйымдастырылуда. Жәрмеңкеге 30-дан астам жұмыс беруші, олар өздерінің 500-дей жұмыс орындарын ұсынып отыр. 200-дей жастар қатысуда. Іс-шара жастарға жұмыс жобасы аясында өткізілді. Жәрмеңкеге Қарағанды қаласының колледждерін биыл тәмамдаған 200-ге жуық түлек қатысты. Олардың бір қатары мамандығына сәйкес жұмыс орындарында тыңдалымнан өтуге шақырту алды. Жас мамандар үшін бұл жәрмеңке еңбек жолын бастауға нақты қадам болды. Еске сала кетсек, бұл өңірімізде ұйымдастырылып отырған алғашқы жәрмеңке емес. Бұған дейін де жыл басынан бері бірнеше ауқымды іс-шара өткізілген болатын. Ал Аманат партиясы жыл сайын түлектерге арналған облыстық дәрежеде жәрмеңке ұйымдастырып келеді. Осы жәрмеңкеге бір жыл сайын қатысамыз, шақырған сайын қатысамыз. Неше рет екенін айтамаймын, енді бір 7-8 ылғи 2000 біз ашылғалы 21 жыл ашылдық, содан бері қатысамыз ылғида. Студенттер, адамдар келіп жүреді. Қазіргі таңда бізге керек мамандықтар, ол жаңағы біз оңай проектісімен айналысамыз, тағы да айтып өтейін. Бізге керек бақылаушылар, автобуста билеттерді тексеретін, жаңағы контролер дейді ғой, сондай жұмыскерлер керек бізге. Олар қоғамдық көлікте билет тексереді. Келіп жатады студенттер, қабылдаймыз, студенттерді де қабылдаймыз, басқа да адамдарды қабылдай береміз. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай іс-шаралар жастардың кәсіби дамуына ықпал етіп қана қоймай, өңірдегі кадр тапшылығын шешуге де оң әсерін тигізеді. Жәрмеңке жастар мен жұмыс берушілер арасында тиімді байланыс орнатудың алаңына айналды. Ақгүл Сұлтанқызы, Досжан Төлеутай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында Қармет компаниясының нысандарынан ұрлық жасаған ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшелері түрлі мерзімге бас бостандығынан айырылды. Топтың басшысы 12 жылға сотталды. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі мәлімдеді. Ішкі істер министрлігі ұйымдасқан қылмыстық топтардың әрекетін әшкерелеу және олардың жолын кесу бойынша жүйелі жұмыс жүргізіп келеді. Жыл басынан бері криминалдық құрылымдардың жетекшілері мен мүшелеріне қатысты 51 қылмыстық іс қозғалған. Мысалы, Алматы қаласының полиция департаменті күзет қызметі түрінде әрекет етіп, іс жүзінде бұзақылық, бопсалау және қару сақтау сияқты заңсыз әрекеттермен айналысқан қылмыстық топ мүшелеріне қатысты ұйымдасқан қылмыстық топ құру және оған қатысу фактілері бойынша қылмыстық істерді тергеп жатыр. Сондай-ақ елде трансұлттық қылмыстық қауымдастық құру және оған басшылық ету фактісі бойынша алғаш рет сотқа дейінгі тергеу басталды. Қылмыстық қудалау аясында тек ел ішінде ғана емес, шетелде де ауыр және аса ауыр қылмыстар жасаған адамдар бар. Дәлелдемелер жинау бойынша кешенді шаралар жүргізіліп, жалпы 150-ден астам адам жауапкершілікке тартылып жатыр. Соңғы 2 жыл ішінде ұйымдасқан қылмыстық топтарды құру, басқару және оларға қатысу фактілері бойынша қозғалған 90-нан астам қылмыстық іс аяқталып, сотқа жіберілді. 13 ұйымдасқан қылмыстық топ бойынша сот шешімдері шығарылды. Аталған істер бойынша 130-дан астам адам 20 жылға дейінгі бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. Мысалы, Қармет акционерлік қоғамының нысандарынан ұрлық жасауға қатысы бар ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты көп эпизодты қылмыстық іс бойынша 24 адам әртүрлі мерзімге сотталды. Оның ішінде топ басшысы 12 жылға бас бостандығынан айырылды. Ұйымдасқан және трансұлттық сипаттағы қылмыспен күрес Ішкі істер министрлігінің ерекше бақылауында. Қарағанды облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының ұйымдастыруымен тілдік ортаға бейімдеп оқыту бойынша ересектерге арналған лагерь өз жұмысын бастады. 20-дан астам қатысушы 5 күндік лагерьде таза қазақ тілінде қарым-қатынас жасап, қазақ халқының салт дәстүрі мен ұлттық құндылықтарымен танысады. Жоба қатысушыларына енді қазақ тілін үйрену бұрынғыдан да тиімді әрі қызықты бола түспек. Тілдік лагерь барысында олар қазақ халқының салт дәстүрі, тарихи мәдени құндылықтарымен кеңірек танысады. Ең бастысы сабақтар киіз үйде және табиғат аясында өткізіледі. Мұнда тіл оқыту курсында жетістікке жеткен үйренушілер қатысып жатыр. Олардың қатарында В1 деңгейлі Людмила да бар. Кәсіби әртіс бүгінгі салтанатты жиынды скрипкасымен ұлттық нақышта өнер көрсетіп, мен сені сүйемін Қазақстан деп әуелете ән шырқады. Оның мақсаты қазақ тілінде еркін сенімді сөйлей алу. Менің ойымша бұл лагерь
қайсымызға өте күшті мүмкіндік. Әсіресе қазақша сөйлеу, салт дәстүрлермен танысу боламыз. Бір-бірімізге қазақша сөйлейміз. Ең бастысы біз қазақ тамақ жейміз. Мысалы бүгін сырға салу туралы айтамыз. Маған өте қызық салт дәстүр үйрену. Мен кәсіби әнші емеспін, бірақ мен ән айтқанды жақсы көремін, сол бүгін айтамын. 5 күндік лагердің ашылу салтанатын тіл үйренушілер өздері жүргізді. Әр қатысушының жейдесінде қазақ халқының нақыл сөздері, мақал мәтелдері жазылған. Кең дастархан жайылып, сырға салу дәстүрінің мән мағынасы таныстырылды. Лагердің алғашқы күніне қоғам қайраткерлері қонақ ретінде шақырылған. Тіл жанашырлары қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту үшін қолданылатын тың жобалар жайлы өз пікірмен бөлісті. Биылғы жылғы тілді меңгерем деп келген азаматтар балаларымен бірге келіпті. Бұл деген Қазақстанның болашағы. Жазғы тіл үйрену лагерінің жұмысына өзім сәттілік тілеймін. 32 тістен шыққан 32 елге жетеді дейді. Мына жерде дүйім 20 азамат отыр. Қарасаңыздар әжептәуір жаңағы топтардың ортасында тілдің жанашыры болып, тілдің жарнамасы болып өшірілін ұшат деген бір өзімнің үмітім бар. Лагердің бірқатар ерекшелігі бар. Сабақтар қатысымдық әдіс арқылы таза қазақ тілінде жүргізіледі. Инновациялық технологиялардың тиімді әдіс тәсілдері қолданылмақ. Бағдарлама аудиториялық 60 сабақты қамтиды дейді мамандар. Тілдік ортаға бейімдеп оқыту ол халықаралық тәжірибеде бар дүние. Осыған қарап біз өзге ұлт өкілдерінің ішіндегі тыңдаушыларды іріктеп, солардың ішінде күнде қазақ халқының салт дәстүрімен, ұлттық тағамдармен, ұлттық ойымдармен, салт дәстүрге байланысты, мысалы сырға салуда қандай тілек айтады, немесе бесікке салғанда оны өз қолдарымен көріп, өздері жасап, сол салт дәстүрге қатысады тікелей. Бесікке салғанда қандай тілек айтады, тұсау кескенде қандай тілек айтады, қыз ұзатқанда қандай тілек айтады. Осының бәрімен жағдаятқа кіре отырып, өздерінің білген түйгендерін одан әрі дамыту негізгі бүгінгі мақсатымыз. Бүгін қатысушылар түскі асқа өз қолдарымен ет асты. Мүшелердің аттарымен танысып, өз білімдерін жетілдірді. Іс-шара сұхбаттасу клубымен жалғасты. Қалған күндері тыңдаушылар сірне дайындап, май шайқап, құрт кептіріп үйренеді. Қырқынан шығару, бесікке салу, тұсаукесер салттарынан көрініс көрсетеді. Сондай-ақ тарихи маңызы бар Карлаг лагеріне саяхат жасайды. Алғашқы күні қатысушыларға кішігірім сыйлық ретінде авторлық сөздіктер тарту етілді. Айым Ғалымқызы, Айнар Дәуренұлы, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Абай ауданында экологиялық туризмге бағытталған тапар кластері құрылады. Мұнда инвесторлар үшін қолайлы жағдай жасалынып, кәсіпкерлер Шерубай Нұра су қоймасының жағалауындағы жаңа жобаларға инвестиция салмақ. Маусымдық демалыс аймағынан бастап жыл бойғы кешендерге дейін жергілікті туристік нарық айналымға түсіп, жұмыс орындары мен өңір үшін жаңа мүмкіндіктер пайда болады деп күтіліп отыр. Шерубай Нұра су қоймасының жағалауындағы Тапар кентіне шаһарымыздан және серіктес қалалардан, көрші аудандардан демалушылар келеді. Бүгінде мұнда қонақ үйлер, бассейндер, балалар алаңдары және түрлі ойын сауықтары бар. 30-дан астам демалыс аймағы бар. Жазда катамарандар, су мотоциклдері, батуттар, ал қыста қар көліктері, балық аулау және отынмен жағылатын монша салу ұсынылып отыр. Демалыс күнінің мұндай форматы барған сайын сұранысқа ие болып келеді дейді мамандар. Мы видим стабильный рост интереса и туристер ағыны үнемі өсіп келеді. Тек өткен жазда демалушылар саны 30 мыңнан асты. Сұраныстың артуына байланысты туристік инфрақұрылымға инвестицияларда артып жатыр. Коттедж, қонақ үй, мейрамхана және монша кешені бар жаңа демалыс аймағын салу бойынша ауқымды жоба іске асырылып жатыр. Тағы 2 заманауи орынның жобалары әзірленуде және қолданыстағы нысандар кеңейтілу үстінде.
Маманның айтуынша туризмнің дамуына жергілікті биліктің қолдауы да ықпал етеді. Маңызды қадам инфрақұрылымды жақсарту. Ең алдымен бұл жолдың жай-күйі биыл 11 шақырымы жөнделеді деп жоспарланған. Сондай-ақ жағалауда электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы алға қойылған. Қазір жобалық сметалық құжаттама әзірленіп жатыр. Айым Ғалымқызы, Душан Төлеутай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында нашақорлықпен күреске арналған айлық аяқтауға жақын қалды. Акция аясында өткізілген іс-шаралар халықаралық нашақорлықпен және есірткінің заңсыз айналыммен күрес күніне орай ұйымдастырылған болатын. Негізгі мақсат қоғамда есірткіге қарсы теріс көзқарас қалыптастырып, саламатты өмір салтын насихаттау. Айлық аясында ұйымдастырылған маңызды шаралардың бірі автокеруен болды. Таңғы сағат 10:00-ден басталған шеру Қарағанды қаласының бірнеше аудандарын қамтыды. Қала көшелерін аралаған керуен облыстық полиция департаментінің қолдауымен өтті. Сегодня в рамках месячника, который мы проводим с 26 мая по 20. Бүгін 26 мамырдан 20 маусымға дейін өткізілетін есірткіге қарсы күрес айлығының аясында біз серіктестерімізбен автошеру ұйымдастырып отырмыз. Жалпы есірткі қоғамның үлкен дерті болып табылады. Бұдан ешкім сақтанбаған. Бұл автокеруенге жастарды, азаматтарды есірткіден қорғағысы келетін бейтарап емес адамдар қатысып жатыр. Айлық аясында бұдан бөлек көптеген іс-шаралар жүргізілді. Әртүрлі профилактикалық спорттық ойындар, челлендждер өткізілді. Әрине, бұл жұмыстар тоқтап қалмай жалғасатын болады. Полиция өкілдерінің айтуынша өңірде есірткіге қатысты құқық бұзушылықтардың саны артып келеді. Жыл басынан бері есірткі сату, сақтау және оны заңсыз насихаттауға байланысты 100-ден астам дерек тіркеліп, бірнеше есірткі зертханасы жойылған. Ұсталғандардың арасында кәмелетке толмағандар да бар. Осыған байланысты жастармен жұмыс жасауға, есірткіге деген қоғамдағы теріс көзқарасты қалыптастыруға ерекше көңіл бөлініп жатыр. Этот автопробег направлен на то, чтобы донести до жителей города нашего, что... Бұл автошеру қала тұрғындарына есірткімен қарсы күрестің тек полицияның күресі емес, бұл қоғамның күресіне айналу керек. Бүгінгі автокеруенге шамамен 10-нан астам автокөлік қатысып жатыр. Нашақорлықпен біз барынша күресіп жатырмыз. Оның басты қарсыласы спорт, өнер. Біздің айлық азаматтарды өздерінің бос уақыттан зиянды заттарға емес, саламатты өмір салтына арнауға шақырады. Автомектептердің құқық қорғау органдары мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері шеру барысында флешмобтар өткізіп, тұрғындарға ақпараттық парақшалар таратып, зиянды әдеттерден сақ болуға шақырды. Ал 26 маусымда есірткіге қарсы күрес айлығының қорытындысы салауатты өмір салтын таңда атты жастар форумымен аяқталмақ. Іс-шара орталық мәдениет және демалыс саябағында өтеді. Ақгүл Сұлтанқызы, Айнар Дәуренұлы, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымызда жас өспірімдер арасында баскетболдан республикалық чемпионаттың ашылуы өтті. 17 команда бақ сынасатын тартысты ойында еліміздің түкпір-түкпірінен үздік спортшылар бас қосты. Кіл мықтыдан кім мықтыны анықтайтын бұл іс-шара жастарды спортқа баулып қана қоймай, азаматтарға саламатты өмір салтын насихаттауды көздейді. Түрлі өңірден жиналған жастар құрамалары өз шеберліктерін көрсетіп, бір алаңда бақ сынау үшін бас қосты. Іс-шараның басталуы жылы әрі шабыттандырарлық атмосферада өтті. Бұл чемпионат Қарағандыда 2-ші рет өткізіліп отыр. Чемпионатқа шамамен 7 өңірден келген 14-15 жастағы жасөспірімдер қатысып жатыр. Жалпы 17 команда бақ сынауда. Олардың 10-ы ұлдар, 7-і қыздар тобы. Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының қолдауымен ұйымдастырылған жарыс бір аптаға жалғасады. Осы жарысымыздың ұйымдастырушысы Қарағанды облысының спорт басқармасының қолдауымен өткізіліп отыр. Жалпы соңғы 2 жыл, 3 жыл көлемінде баскетболға Қарағанды өңірінде көңіл жақсы бөлініп жатыр. Әртүрлі жарыстар, лигалар өткізіледі, әуесқой лигалар. Сол лигада біздің осы команда 2009-2010-дар өзінің шеберліктерін шыңдап, әртүрлі командалармен дайындықтарын шыңдап отыр. Енді қазақ айтады ғой, болат қайнауда шыңдалады, жігіт майданда дейді. Біздің жігіттер енді шыңдалып, шеберліктерімен баптары сәйкессе жеңіс тұрған көңіл деген сенімдеміз. Чемпионатта әр командаға өз мүмкіндігін көрсетуге және жоғары нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік берілген. Баскетболдан өтіп жатқан бұл жарыс саламатты өмір салтын насихаттаудан бөлек, жастар арасында бұл спорт түрін таныту мақсатында өткізіліп отыр. Бүгінде облыс жастарының арасында баскетбол сұранысқа ие көрінеді. Бұл салада жас спортшыларымыз үлкен жетістіктерді бағындырып, өңіріміздің атын шығарып келеді.
Чемпионат жақсы өтіп жатыр. Командалар көп, өте көп. Кеше Ақтөбе қаласымен ойнадық, ұттық. Ойын жақсы болды. Қиын моменттер болды. Осы чемпионатқа біз 6 ай дайындалдық. Дайындық жақсы болды, бәрі жақсы болды. Чемпионат басталысымен қарағандылық жас спортшылар алтынға үміткерлердің қатарынан көрінді. Олар өздерінің қарсыластарын ойсырата жеңіп, үздіктердің тізіміне енді. Ұйымдастырушылардың айтуынша баскетболға тек жастар емес, шаһарымыздың тұрғындары қызыға қатысады. Бұл спорт түріне байланысты іс-шараларды ауқымды өткізу жоспарда бар, дейді мамандар. Ақгүл Сұлтанқызы, Досжан Төлеутай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Апта басы дүйсенбіге келіп түскен ақпараттар легі осында. Егер қандайда бір қызықты жаңалықпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. 1-ші Қарағанды телеарнасы қосулы болсын.